сәлеметсіздер ме? Мен марқакөл ауылының мектеп-интернат колледжінің 11 сынып оқушысы әділқызы жансая, жоба жетекшім исаева динара асқарқызы. Менің жобамның тақырыбы Қазақстанның дамуы, соның ішінде ең бастысы бейбітшілік жолында күрескендер, яғни өз өңірімнің марқакөл ауданынан ұлы отан соғысына қатысқан майдангерлер мен тыл ардагерлерінің ерлік істері жайында болмақ. Бұл жоба несімен өзекті десек, қазіргі таңда ұлы отан соғысы дөп басып жазылмаған ақтаңдақ беттердің бірі болып отыр. Бұл жоба арқылы біз өлкеден аттанған елдің бірлігін, соның ішінде тұтастығын сақтаған жандар жайлы терең біліп, әрі тарихымызға терең тың деректерді әкеле аламыз. Жобамның мақсаты марқакөл ауданының ұлы отан соғысына қатысқан майдангерлер мен тыл ардагерлерінің жеңіске қосқан үлесін, өздері қатысқан әскери тарихи қызметі мен мұрасын кешенді түрде зерттеу болып табылады. Жобамның міндеттері мында көрсетілген. Зерттеу жұмысымның ғылыми жаңалығы жергілікті марқакөл ауданының тұрғындарының ұлы отан соғысына қатысуының көптеген оқиғалары аз зерттелген және бағаланбаған күйде қала берген. Осылайша біз осы тақырыпты зерттеу арқылы тарих атты дөп баспаға жаңа деректерді әкеліп, жергілікті тұрғындардың ұлы отан соғысына қатысуы жайлы аз зерттелген тақырыпты көтеруге байланысты ғылыми жаңалыққа ие деп айта аламыз. Ғылыми жобамның деректік негізі 4 бөлімнен тұрады. Біріншісі түрлі ескі кітаптар мен архив құжаттары, сонымен қатар ұлы отан соғысында ерлікпен қаза тапқандардың балалары, немерелерінен алынған сұхбаттар және Боран ауылындағы даңқ залынан естелік суреттер мен әлеуметтік желілердегі адамдардың жазған пікірлерінен алынған деректер болып табылады. Карменов Қабду атамыз нағыз марқакөлдің мақтанышы болып табылады. Ол кісі Германияның 8 қаласын азат етуге қатысқан, бірінші Беларусь, Украин майдандарына қатысқан, тіпті Чехословакияны азат етуге қатысты. Ол кісі 25 жыл мектепте ұстаз болып қызмет еткен. Сонымен қатар ол кісі 8-ші 5 жылдық кезінде 100 қойдан 114-127 қозы алған болып табылады. Және де бірнеше мәрте кеңестік аудандық ауылдық депутаты болып та сайланды. Келесі Бәкеш Қонысбаев нағыз марқакөлдің мақтанышы. Ол небәрі 17 жасында Киев шайқасында қатысқан. Мына жерде ол кісінің ерлігі жайлы мәліметтер бар. Исқақов Мұсабек Исаұлы. Ол кісі Қалжыр ауылының тумасы және де Майдан даласында сирек кездесетін мамандық, яғни истребитель ұшағының моторын жөндей алатын шебер маман болған. Зәкен Сарықбайқызы әжеміз тылда еңбек еткен елеулі еңбек иесі. Зәкен әжеміздің сөзінен мысал келтірсек, кен орнында таңнан күн батқанға дейін аяғымызбен төк тұрып, ұзын етектен ызғар шарып өтсе де шыдадық. Қымбат металды ағаш жасауды жуып тазаладық. Керексіз артық заттарын сынап арқылы бөліп отырдық. Кейін соғысқа қажетті алтынның орнына қола өндіретін іске де кірістік. Демалмай, үздіксіз жауапты міндетті бұлжытпай орындап отырдық. Тылда осылайша еңбек еттік. Мінекей, тылда да, Майдан даласында да еңбек еткен жандардың бүгінгі бейбіт күннің себепшісі екендігінің тағы бір дәлелі. Мінекей, дәл осы суреттерде қасық қаны қалғанша жан аянбай күрескен марқакөлдік жауынгерлердің бейнесі көрсетілген. Тұрарова Бижамал апамыз Марқакөл ауданының Тақыр ауылында 40 жыл бойы саудагер болған және де тыл ардагері, 16 жасынан бастап халық шаруашылығына белсене ат салысып араласа бастаған, ауданның депутаты болып сайланған және де облыстық конференциялар мен белсенді әйелдер бірлестігінің делегаты да болған. Рахымбай Тыныбайұлы 42-43 жылдар аралығында Москва маңындағы қалада әскери дайындықтан өтеді. Кейіннен Манчжурияны азат етуге қатысады. Көптеген орден, медальдармен де марапатталған және де ол кісіге даңқ ордені 2-ші дәрежелі, Қазақстанның үздік мәдениет қызметкері атақтары да берілген. Жасыбаев Мейрамғали атамыз 42-ші жылы Сталинград жерін қорғаса, 43-ші жылдан бастап Донской Украина жерлерінде автоматшы болып ерлікпен шайқасқан. Сталинградты қорғаған үшін, ерен ерлігі үшін тағы да басқа көптеген медальдармен марапатталған. Жобамның мақсат-міндеттеріне сүйене отыра ерлікпен өрілген ғұмырлар атты кітап жазып шығардық. Отаны үшін жанын аямай, қасық қаны тамғанша күрескен батырларымыздың рухына деген бұл сый құрмет болмақ.
қажырлы еңбек ерлердің есімі тарих беттерінде толығып бүгінгі күнге дейін насихатталуы жолында өз үлесімді осылайша қоса алдым.